Каспий Голдпен төлем қабылдайтын сатушылар өте көп. Қазір басты қолданатын төлем жүйесі осы Каспий Голд. Және бізде мысалға бірдеңе сатып алған кезде осы Каспий Голдпен төлейміз, және соңында тек қана чек арқылы соны тексеретін кісілер бар. Және ондай аз емес, ондай көп. Бірақ соңғы уақытта осы чекті подделать ететін адамдар пайда болған, сондықтан бұндай чекке сеніп қатты керек емес. Енді бұдан қалай қорғануға болады, немесе бұдан қорғанудың қандай бір жолдары бар, мен осы видеода айтам. Бірінші, мынау мысалға поддельный чек, мынау реальный чек. Мына жерде де мысалға сондай түрлері бар. Бұл жерде мына кісі мысалға оқиғасын жазып қойған, өзі 34 мың теңгеге бірдеңе сатқан. Оған мынадай чек көрсеткен, және бірақ болып кейін білгендей бұл өтірік чек болып шыққан. Көріп тұрғанымыздай, получатель деген жерде номер тұр, ал реальный чек болатын болса, бұл жерде аты жөн тұру керек. Және датасы барлығын бірге бір бұлар көшіре алады. Және мына жерде YouTube'та видеолар бар, осы Каспийді чек жалған және оған сенбең деген темада. Яғни ол видеолардың мақсаты біз сияқты адамдарды, немесе сіз сияқты көптеген адамдарды ескерту, жаңа чекке сене салмаң деген. Бұл жерде арнайы Telegram боттар туралы айтады. Мысалға, жалпы бұл чектерді генерация жасау үшін, осындай чектерді жасау үшін арнайы Telegram бот қолданылады. Мына Telegramның өзі мына жерде көрсетіп қойған. Мына жерде аты тұр, және скам деп жазған. Бұл деген сөз, бұл мошенничествомен байланысты, солай көрсеткен. Қазір бұндай боттар жұмыс жасамайды. Әрине Telegram ондайларды заблокировать етіп отырады. Бірақ почему-то мына видеоның астында комментарийлерді қарайтын болсақ, кейбір және осы сияқты видеоларды қарайтын болсақ, астында сол Telegram ботқа ссылка бер, қандай, аты қандай, істемей жатыр ғой деген сияқты бір фигняны жазатындар бар. Енді оны не үшін қолданатынын білмедім. Сондықтан астын ашып, мен мына жерде аты жөндері көрініп тұр. Оны ашпай-ақ қояйық. Қысқасын айтатын болсақ, бұндай чектерге 100% сеніп керек емес, және Каспийдің өзі айтпақшы, бұндай чектер жай ғана жаңағы жұмысты жеңілдету үшін ғана жасалған. Бұның негізінде бұны подделать ете алу мүмкін. Ал енді бұндайдан қалай қорғануға болады? Ең дұрыс жолы бұл Каспий Голдты ашып қарау. Ақша түсті ма, түскен жоқ па, именно түссе де именно ана адамнан түсті ма, соның бәрін тексеру керек. Кейбір продавецтер мысалға тексереді. Бұл өте жақсы. Ал енді бұны қарауға доступ жоқ болатын болса, не істеуге болады? Телефон шалып сұрауға болады. Ал енді ол да ыңғайсыз болатын болса, бұның подделка екенін сіз ажырата алмайсыз. Бірінші, әрине, нақты 100% сенімді бола алмайсыз, бәрібір ол жасау мүмкін. Біріншіден, мына жерде получатель деген жерде телефон номер тұр. Мына кісі қаласа бұның подделка екенін білуі мүмкін еді, дегенмен мысалға мына жерде міне аты жөні жазылу тұр. Мына жерде сол кісінің аты жөні жазылуы керек. Қазіргі чектерде ондай емес. Қазір чектерде мына жерде мысалға менің атым Ертай Қуаныш болса, Ертай Қ деп тұрады, немесе К. Осыған мән бересіз. Бұл жерде толық мына жерде сіздің атыңыз тұрады, одан кейін фамилияңыздың бас әріпі тұру керек. Мына жерде де цифрлардың жазылу ретіне қараңыз. Мына оригиналный чекте 4-тен кейін бір пробел кеткен. Мына жерде пробел жоқ. Және мына жазылу форматы да осындай болу керек. Мына жерде ондай емес. Одан кейін шрифтлерге қараңыз. Фио отправителя деп жазылу тұр. Мына жерде кетіп қалған. Мүмкін кейбір жағдайда солай болатын шығар. Бірақ мына жерде толық тұр. Мына жерде ондай жоқ. Откуда деп тұр, бұл жіберген адамның өзі атын жаза салуы мүмкін. Мына датасының форматына мән беріңіз. Кейбіреулер мысалы сызықшамен жазып қою мүмкін. Және пробел тасталған болу керек. Бұл жерде шын өтірігін тексеруге мысалға былай айтуға болады. Біреу мысалға сізге ақша жіберетін болса, айтасыз, так, телефон номер осындай, аты кім деп шығатын болса, мысалға мен Ертай десем, Ертай Б деп шығу керек деймін мысалға. Ертай Б деп, анауда мына жерге слишком умный болатын болса, мынанда подделка жасап Ертай Б деп жазып жіберу мүмкін. Бірақ Б деген бұл жерде өтірік. Ертай К деп шығу керек. Егер сізге де Ертай Б деп көрсетсе, онда
әрі қарай ол мошенник екенін білуге болады. Бұл тек қана алдау жол. Ал енді жоқ басқаша шығып тұр, былай шықты десе, немесе реальный көрсетілген болса, онда шынайы чек деп ойлауға болады. Дегенмен ол сол номерді Каспий Голдқа жазып көріп, сіздің атыңыз қалай шығатынын біліп, солай подделка жасау мүмкін. Лучше, енді бұл кішкене өте критический жағдайда солай істеуге болады. Немесе атыңызды өтірік айтып жібересіз. Ана жерде мысалға мына жерде Сабира болатын болса, Айсұлу деп айтып жібересіз. Егер мына жерде не шығатын болса, солай жазылып тұрған болатын болса, демек ол подделка екенін білуге болады. ютубтағы Каспий туралы видеоларға жалпы Каспийдің өзі де комментарий жазып жатады. Мына видеоны көретін болса, менде мысалға мынадай былай істеуге болады. Бізде Каспий Голдта өзіміздің суретіміз тұрады. Мына чеккі сол, мысалға мен біреуге жіберетін болсам, сол адамның суретімен қоса мына жерге қоятын болса, менің ойымша бұл более-менее нормальный вариант. Себебі мына жердегі бүкіл данныйларды осылай подделка жасауға болады. Ал енді суретті алып отыру, бұл технически мынандай подделный чектерді жасауды өте қатты қиындатады. Сондай жағдайда сондай мошенниктердің санын азайтуға шанс бар.